ол оған жомарт кеңес қалдырып кетіп қалады. Зауытта Тревор бастығы Такердің Миллерді тазалау үшін машинаны өшіргені үшін ұрысып жатқанын естиді. Себебі бұл уақытты босқа өткізеді. Тревор араласуға шешім қабылдады және бұл заң ережелерінде белгіленген қауіпсіздік мақсатында жасалғанын атап өтті. Сондықтан Такер Миллерді жалғыз қалдырады. Тек Треворға мұны өзінің нәжіс тізіміне енгізгенін айту үшін. Ауысым біткен соң, барлық машинистер покер кешіне жоспар құрып, Треворды шақырады. Бірақ ол әдеттегідей бас тартады. Бұл үшін оны бұзылған ойыншы деп атайды. Және оның әріптестері оған не болды деп таңғалуды тоқтатпайды. Өйткені ол бұрын ондай болмаған. Түн ортасында Тревор әуежайға өзінің сүйікті асханасында кофе ішу үшін барады. Онда ол керемет мейрамханалары бар екенін біледі. Даяшы Мария оны Стифи қолданған дәл сол сөйлеммен мазақ етеді. Егер ол сәлде болса арық болса, ол болмас еді. Тревор оның басындағы кенеттен пайда болған дежа-ву сезімін елемейді және онымен сөйлесуді жалғастырады. Тіпті ол оған тамақ ішіп, аздап салмақ қосу үшін торт әкелген кезде аздап флирт жасайды. Мария оны тістеп алғанына сенімді және оның проблемасы жалғыздықта екенін айтады. Бірақ Тревор оны оның серіктестігінде өзін жақсы сезінетініне сендіреді. Ол кофесін ішіп, жақсы кеңес қалдырғаннан кейін кетіп қалады. Бірақ тортқа қол тигізбестен